Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода 5 минутта түскі және кешкі асқа жасап жейтін салаттың рецептісін көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де құрамындағы заттары өте қолжетімді заттардан ғана тұрады. Ең алдымен бізге 1 дана алма, 2 дана редиска және де қияр қажет болады. Мендегі бұл рецепт тек қана бір ғана тарелкаға шықты. Ең алдымен біз алманың сыртындағы қабығын ашып алып тастаймыз. Және де видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жіңішке етіп алманы кесіп аламыз. Келесі қиярды жіңішке етіп кесіп ыдысымызға саламыз, және де редисканы да дәл солайынан турап аламыз. Келесі 1-2 дана чеснокты майдалап турап салатқа қосамыз. Егер сіздер аштыны ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Енді қалауыңыз бойынша осындай укропты майдалап турап, оны да салатқа саламыз. Енді ең соңынан майонезімізді саламыз, және де дәміне қарай тұзымызды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Бұл салат енді өте тез дайын болады. Кейде түскі асқа, кешкі асқа не жасаймын деп ойлансаңыздар, дәл осы салатты жасап көріңіздер қыздар, өте дәмді болып шығады. Құрметті достар, видео ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар, және де астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне біздің салатымыз өте әдемі және де ерекше болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болғанда ерім, келесі видеоларда кездескенше.